Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, құрметті бауырлар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фитр садақасы жайлы болады. Баршаңызға белгілі, Рамазан айы болған уақытта белгілі бір мұсылмандарға, ораза ұстаған мұсылмандарға фитр садақа беру міндет болады. Соның төңірегіндегі мәселелерге тоқталып кетсек. Жалпы фитр садақа деп не үшін аталды? Араб тілінде фитр, садақатул фитр десе, қазақ тілінде фитр садақасы дейді. Жалпы фитр деген сөзден шығу себебі, фитрун деген сөз, ол ауызды ашу деген сөз. Яғни, ауызды ашылатын уақытқа дейін беріп бітетін садақа түрі деген сөз. Ауызды ашық болатын уақыт қай уақыт бізде? Ол айдың соңында. Бір ай бойы біздің күндізгі уақыттарда аузымыз берік болады. Сол бір айдың ішіндегі айт намазына дейін берілетін, яғни аузы ашуға жарайтын уақытқа дейін берілетін садақаны фитр садақа дейді. Яғни аталу себебі осыдан қалған. Енді фитр садақаның үкімі қандай? Фитр садақаның үкімі ол уәжіп. Беру міндет болады. Енді кімге уәжіп? Бірінші, мұсылман болған, және де бостандықта болған, бостандық деген құл емес яғни. Және де ақша дүниесі нисопқа жеткен. Нисопқа жеткен деген сөз, яғни кедей адамға, жағдайы төмен адамға фитр садақасын беру уәжіп емес. Нисопқа жеткен деген сөз, яғни күнделікті тұрмысына қажетіне бөлек біраз мөлшерде ақшасы болған адамға беру керек. Ол жаңағы нисоп деген сөзіміз 85 грамм алтын төңірегіндегі ақшаны иеленген адамға фитр садақасын беру уәжіп болады. Абдулла ибн Аббастан риуаят бар, және де Абдулла ибн Омардан риуаят бар. Абдулла ибн Аббастың риуаяты Абу Даудта, Тирмизиде келсе, Абдулла ибн Омардың риуаяты ол Сахих Бухарида келеді. Енді Абдулла ибн Аббастан келген риуаятқа тоқталатын болсақ, айтады: Ан Аббас ибн Аббасин радияллаху анху қал, фарада Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам закатал фитри тухратан ли саими минал лагви ва рафаси ва ту'матан лил масакини ман аддаха қабла салати фахия закатун мақбула ман аддаха бa'да салати фахуа садақатун минас садақат дейді. Енді бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ісін айтып жатыр. Ибн Аббас айтады: Алла елшісі фитр садақасын біздерге уәжіп етті дейді. Яғни міндеттеді. Ол ораза ұстаушының оразасын жаман қылықтардан, қателіктерден тазалау үшін деді. Яғни фитр садақасының бір қасиеті ол оразада кеткен қате күнәларды жууға себеп болатын садақа екен. Екінші, арамыздағы кедей міскіндерге айт күнінде тамақ, азық болу үшін деді. Кімде-кім осы фитр садақасын айт намазынан кейін берсе, ол қабыл болған нағыз фитр садақа болады деді. Демек, үкімі қай уақытқа дейін екен? Ораза бойы айт намазға дейін беру керек. Ал енді одан кейін беріп жатса, ол да садақа, бірақ ол көп садақалардың бірі болады деді. Яғни фитр садақа емес, көп садақалардың бірі болады деп айтты. Енді осы хадистен не аламыз? Бұл хадистен алатын нәрсе, тағы бір алатын нәрсе. Біз фитр садақасын Рамазан айының ішінде беріп бітуіміз керек. Беріп бітуіміз керек. Айт намазына дейін үлгеруіміз керек. Рамазанның ішінде бере беруге рұқсат. Негізгі уақыты, уәжіп болатын уақыты ол тура айт намазына баратын уақытта береді. Яғни таң намазынан кейін садақа, фитр садақасын беру
уәжіп болады. Ал сол уәжіпті ертерек істеуге рұқсат. Мысалы, Рамазанның күндерінде беріп тастаса, ол да жақсы болады. Сүннет амалға сайы, ол айт күнінде айт намазы болмай тұрып беру керек. Өйткені толық ұстаған оразасының қателерін сол кезде бір жуғандай болады. Бірақ бұл кезде абай болу керек, өйткені кейбір жағдайларда бере алмай қаласыз. Өйткені кез келген адамға беруге болмайды, кез келген жерге ол беруге болмайды. Арнайы берілетін адамдар бар, арнайы берілетін жерлері бар. Біз оған қазір тоқталамыз. Енді фитр садақаның мөлшері жалпы шариғатта қалай болған? Са деген нәрсе бар. Са деген нәрсе ол арабтардағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезіндегі бір өлшем бірлік болған. Сондай бір ыдыс болған. Сол ыдыстың мөлшеріндегі затты са мөлшері деп атайтын болған. Мин буррин ва ма юттахазу минху ва мин забибин нисфу саин дейді. Жалпы бидайдан бір са беріледі. Жаңағы забиб деген нәрсеміз біздің мейізіміз. Одан жарты са деп келеді. Арпадан, құрмадан беруге болады. Жалпы фитр садақасын осы дән дақылдармен береді. Бірақ дән дақылдардың қайсын таңдауда пенде өз ихтиярында. Пенде өз ихтиярында. Екінші мәселе, дәнді дақылдардың құнын беруге болады, ол ғұламаларда келісілген мәселе. Мысалға, сіз фитр садақасы деп бидай беріп жатпайсыз ғой. Бұрын ауыл жерлерде бидай беріп жататын. Кәдімгідей бидайды мешітке апарып беріп жатады. Бірақ қазіргі таңда оның ақшасын шығарып беруге фатуа берілген, ол рұқсат. Қазақстан бойынша көп жағдайда бидаймен есептелінеді. Өйткені Қазақстандағы көп қолданыстағы дәнді дақыл ол бидай. Басқа елдерде мысалға күрішпен есептелінеді. Бір елдерде құрмамен есептелінеді. Бір елдерде мейізбен есептелуі де мүмкін. Бірақ бұл деген сөз тек қана бидаймен есептелсе, бидайдың құнымен беру керек деген нәрсені де тудырмайды. Әр пенде өз еркінде. Мысалға, көбірек сауап аламын деп, бидайдың бағасымен емес, мысалға, құрманың көлемімен берсеңіз, ақшаңыз соған жетсе, нұр үстіне нұр болады. Бір сипаттағы, яғни бидаймен ғана беріледі деген фатуа ол жалпыға арналған. Оған да сүйеніп сіз берсеңіз болады. Тағы да бір риуаят оқып кете салайық. Сахих Бухари мен Муслимде Абдулла ибн Омардан риуаят келеді. Фарада Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам закат аль-фитри мин рамадана аля наси саан мин тамрин ау саан мин шаирин дейді. Алла елшісі Рамазан айында адамдарға фитр садақасын бір са құрма беруге және де бір са арпа беруге бұйырды дейді. Са деген сөзден 1-2 килограммды түсіне беріңіздер. Осы хадистермен фитр садақасының мөлшерінің қаншалықты екендігі аңғарылады. Мына нәрсені түсініп алайық. Жалпы мал құлшылығы деген нәрсе бар. Сіздің Аллаға жасайтын құлшылығыңыз екі түрлі болады. Денеңізбен жасайтын құлшылық және де мал мүлкіңізбен жасайтын құлшылық. Мал мүлкіңізбен жасайтын құлшылыққа садақаларды алатын болсақ, 3 түрлі кіреді. Ол бірінші зекет. Ол парыз, оның үкімі парыз. Ол мөлшерге жеткенде бермесеңіз, үлкен күнәға батып қаласыз. Өйткені Алла субхана тағала мөлшері жеткен кезде 40-тан 1-ін беруді бұйырды. Парыз амал. Екінші, уәжіп садақа, ол осы фитр садақасы. Үшінші, кәдімгі өзіңіздің еркіңіздегі садақа. Рамазан айында осының үшеуін істесеңіз де болады. Мысалға, зекетіңіздің мөлшерін
сол Рамазан айына жақындатып, сол Рамазан айында зекет берсеңіз болады. Өйткені риуаяттар бар. Афталу садақати фи Рамадан дейді. Садақалардың, зекеттердің ең жақсы сауапты уақыты ол Рамазан айында дейді. Рамазан айында зекет берген, Рамазан айында садақа берген басқа айлардан қарағанда сауапты болады. Екінші, фитр садақаңызды беру ол түсінікті нәрсе, оны сіз уәжіп ретінде бересіз. Үшінші, садақа. Кәдімгі садақа. Садақа өз еркіңізде. Жаңағы зекетпенен фитр садақаның басталуы мен шектелуінің мөлшері бар. Яғни максимальный, минимальныйлар бар. Ал садақада ондай нәрсе жоқ. 1 теңге берсеңіз де садақа, 10 теңге берсеңіз де садақа, 100 теңге берсеңіз де, 1000 теңге берсеңіз де, 10 мың берсеңіз де, 100 мың берсеңіз де садақа ниет болса, ол кете береді. Сондықтан әрбір адам садақа беруге дағдылану керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ас-садақату тадфаул бәла деді. Расында бұл садақа деген нәрсе адамның басына төніп келе жатқан жамандықтарды тосады деді. Сондықтан Рамазан айында маған фитр садақа уәжіп емес екен деп, бұл жақсы амал тастауға болмайды. Аз болса да садақа беріп дағдылануымыз керек. Мүмкініміз жақсы болса, фитр садақамызды да, жаңағы зекет садақамызды да осы Рамазан айында берсек, сауаптырақ болады екен. Сондай мөлшерде, яғни 85 грамм мөлшерде сізде қажетіңізден тыс дүниеңіз болса, соны есептеп отырып, жаңағы әрбір өзіңіздің қамқорыңыздағы адамға бересіз. Өзіңіздің қамқорыңызда дегеннен бұрын, бірінші өзіңіздің атыңыздан бересіз. Одан кейін сіз қамқор жасап жүрген бала-шағаңыздың атынан бересіз. Қамқорыңызда болған бала-шаға. Және де қамқорыңызда болған әке-шешеңіздің атынан бересіз. Өзіңіздің атыңыздан беру деген сөз, яғни ниет етіп өзіңіздің мөлшеріңізді бересіз. Қамқорыңызда бала деген сөз, кіші бала, дүниесі жоқ бала. Ал енді бір балалар болады, сіздің балаңыз, бірақ оның да негізі мирасқорлық үлесі бар бала болады. Семьяда негізі соныңда бюджеті бар. Сонысынан алып беріледі ол кішкентай болса да. Соны уәлиі, яғни әкесі жаңағы осылай істейді. Сол сияқты әке-шешеңіз жағдайы төмен болса, яғни зекет мөлшеріне жетпейді, бірақ сіздікі жетіп тұрса, онда сіз әке-шешеңіздің де атынан бересіз. Өйткені ол сіздің қамқорыңызда. Ол сіздің қамқорыңызда болып есептеледі. Енді әйел мәселесі. Негізі әйел өзі беру керек. Негізі әйел өзі беру керек. Өз атынан фитр садақасын шығару керек. Келесі үлкен бала мәселесі. Балаңыз өсіп кеткен, өзі тірлік жасай алады, еңбек жасай алады, ақша таба алады. Өзінің сол мөлшерде, яғни бала кедей болмаса, дүниесі болса, өзі шығару керек. Өзінің бала-шағасының атынан деген сияқты. Ал үлкен балаңыз жақсы үлкен болса да, бірақ әлі тұрмысы нашар болып, сіздің қолыңызға қарап отқан болса, жағдайы төмен болса, онда сіз де үлкен балаңыздың атынан зекет, жаңағы фитр садақасын бересіз. Келесі мәселе, кейбір ауыл жерлерде тарап кеткен, иттің атынан фитр садақа, жаңағы тауықтардың атынан фитр садақа, жылқылар, қойлар, жаңағы мысықтар деп сөйтіп кетеді. Солардың атынан фитр садақа берілу керек деп кейде беріп жатады. Жоқ, ол шариғатта ешқандай да аталмаған. Шариғатта ол нәрсе жүктелмеген. Ондай садақаларды мал жанның садақасы деген ол ерікті садақалар. Пенде өзі қалағанша береді, қашан береді, ол өз еркінде. Ал фитр садақа тек қана мөлшері жеткен адам өзімен қоса қамқорындағы
Осы қамқорындағы деген сөзді жақсы ұғуымыз керек. Қамқорындағы адамдарға береді. Қамқорында деген сөзден жұмыскерлер кірмейді. Жұмыскерлер өз алдына беру керек. Яғни сіздің қол астыңызда қызметкерлерге қамқор деген сөз қамтылмайды ол жерде. Жанұясы, жақындары. Біз сабағымыздың басында фитр садақасының уәжіп болатын уақытын айттық. Ол қандай? Айт намазының күнінің таң намазы кіргеннен бастап айт намазына дейін уәжіп үкімде болады. Ал оға дейін ерікті үкімде болады. Беріп тастасаңыз болады. Абзалы сол. Яғни бір үлгермей қалам деп жатсаңыз, абзалы сол. Ал үлгеремін, дәл сүннетке сай істеймін десеңіз, онда мешітке ертерек келіп, алдын ала жаңағы бересіз. Ал енді фитр садақасын беруге үлгермей қалсаңыз да мойныңыздан түспейді. Мойныңыздан түспейді. Айт намазы өткеннен кейін болсын, беріп құтылу керексіз. Сауабын Аллаға тапсырасыз. Мүмкін үзіріңіз болса, Алла тағала оны фитр садақасы етіп қабылдар. Енді фитр садақасын кімге және қай жерге береміз? Фитр садақасы негізі кедей міскіндерге беріледі. Яғни тамағы аз, тұрмыс тіршілігі төмен отбасыларға фитр садақа беріледі. Дос жарымен жинап бірігіп берсе де болады. Осы мәселеде ғұламалар екі ауызды пікірге кеткен. Кейбір Хамбали және Малики мазхабының ғалымдары тек қана кедей міскіндерге беріледі десе, жумһур улама, көптеген ғұламалар зекет кімге беріледі, зекет қай жерге беріледі, соларға беріле береді дейді. Шариғатта білесіздер, зекет 8 орынға беріледі. 8 түрлі орынға беріледі. Ол қандай? Кедей, міскін. Кедей, фақыр кедейдің айырмашылығын айттық біз. Оның біреусі бір күндік тамағына зәру болса, біреусі бір күндік қана таба алатын адамды, бұларды кедей міскіндер дейді. Екінші, жолда қалған. Үшінші бұл. Жолда қалған, қарызға батқан. Төртінші, одан кейін сол зекетті жинаушыларға да бір бөлігі беріледі. Зекетті жинаушы байлардан алып кедейлерге тарқатушы, яғни амилуна алейха деген топқа, оларға да зекеттің бір бөлігі беріледі. Одан кейін жаңағы фисабилилля дейді. Алла жолына шыққандарға дейді. Бұл Алла жолында деген сөз осы түрі негізі үлкен ауқымды. Осы түрі үлкен ауқымды болып есептелінеді. Бір түрі алынып тастаған Омар ибн Хаттабтың кезінде ол түсінікті. Яғни дінге енді кіруге қызығушылық танытып жүргендерге зекет беру дейді. Олар қазір жоқ. Ол үкім осы жерде жаңа айтып кеттік. Алла жолында деген нәрседе ғұламаларымыз кең түсінеді бұл мәселені. Алла жолына не нәрселер арналып жатыр? Осы зекет берудің түріне сүйене отырып, қазіргі күнде мешіт медреселерге зекет беруге болады деген фатуа шыққан. Өйткені Алла жолында тұрған нәрсе. Және де Алла жолына деген сөз, бір адам Құран жаттауға кетіп жатса, бір адам дін оқуға кірісіп жатса, бұларға беріледі. Бір адам отанын қорғауға, соғысқа кетіп жатса, отанын қорғауға, елін жұртын қорғауға, соғысқа аттанып жатса, соған зекет беріледі. Осы тұста мешіт медреселерге фитр садақаны беруге рұқсат. Өйткені бұл Алла жолында деген түрдің бірісіне кіріп тұр, бірінші себебі. Екінші себебі, қазіргі таңдарда мешіт медреселер мемлекет тарапынан қаржыландырылмайды. Сондықтан ғалымдар бұл нәрсеге фатуа берген. Қандай да бір мемлекетте дін іліміне, діни рәсімді өткізетін мешіт медреселерге мемлекет тарапынан қаржы бөлінбесе, зекетті, фитрді со жаққа беруге болады деген. Мынау араб елдерінде және де мынау түрік елдерінде
мешіт медреселер мемлекеттің қамқорында. О жақтың ұстаз имамдары еш нәрсеге бас қатырмайды. Мешіт медресені үкімет өзін істейді, төлеп, өз қамқорлығына алады. Ондай жерге фитр садақа зекет апарылмайды. Өйткені оны бәйтул малдан, яғни мемлекеттен төленіп тұр. Ал мемлекет емес садақамен тұрған мешіт медреселерге зекетті де фитр садақаны да беруге болады. Бұл осындай фатуасы бар. Ал енді мынандай сұрақ туады. Зекет мөлшеріне жетпеген адам фитр садақа беруге бола ма дейді. Мысалға менің ондай бір 85 грамдағы артылып тұрған алтындай ақшам жоқ. Ондай ақшаңыз жоқ. Бірақ сіз біреудің қамқорында болсаңыз, сол кісі беру керек. Мысалы мен айтайын, мен біреудің баласымын. Менде ондай ақша жоқ, бірақ менің қамқоршым, мысалы әкемде болса ол ақша, әкем содан береді. Сол сияқты. Ал бірақ садақа ниетінде бере берсе, ол сауап амал болады иншалла. Осымен фитр садақасы қатты да ұзақ сабақ емес. Ахиру дауна алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма а'инна ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик би рахматика архамар рахимин.